Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз осындай күзгі салат жасайтын боламыз. Өте дәмді әрі оңай жасалу жолымен бөлісетін боламын. Арнамыздан алыстамай, видеоны соңына дейін көріңіз. Бізге қажетті заттар 1 килограмм пияз, сәбіз, тәтті бұрыш, қызанақ және қияр. Қосымша сірке суы, сұйық май, тұз және қант қажет болады. Пиязымызды жартылай сақина етіп, немесе видеодағдай етіп турап аламыз. Арнамызға тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыз. Қажетті заттарды және жасалу жолын видеоның астына жазып кетемін. Сәбізімізді ұзыншақ етіп тураймыз. Тәтті болгар бұрышында ұзыншақ етіп тураймыз. Видеоны таныстарыңызбен бөлісіп, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыз. Өзіңіздің жасау жолыңызбен бөлісе отырыңыз. Қиярды ұзыннан 4 бөлікке немесе 2-ге бөліп алып, видеодағдай етіп турап аламыз. Қызанағымызды да 2-ге не 4-ге бөліп турап аламыз. Көлемі 5 литрдан асатын шұңғыл үлкен ыдысымызға сұйық майымызды құйып, қатты отта қыздырамыз. Әбден қызып тұрған майымыздың үстіне ақырындап пиязымызды саламыз. Туралған көкөністеріміздің реті қаттысынан бастап, жұмсағына қарай ақырындап кезек-кезегімен салып отырамыз. Алдымен біреуін салған соң 5-7 минут көлемінде кішкене жұмсарғанша қуырып аламыз да, келесі көкөнісімізді салып отырамыз. Ең алдымен пиязымызды қуырып алдым. Ол біраз қуырылып болған соң үстіне сәбізімізді қосамыз. Түбі қатты қыздырылып күйіп кетпесі үшін әрдайым астын араластырып отырамыз. Менде 10 минуттай уақыт өтті. Сәбізіміз жұмсарды. Енді үстіне келесі көкөнісімізді қосуымызға болады. Туралған тәтті бұрышымызды салып, дұрыстап араластырып аламыз. Арнамызға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Әрдайым араластырып отыруды ұмытпаймыз. Бұрышымыз жұмсарған соң үстінен қиярымызды саламыз. Қиярымыз қуырылып болды. Енді үстінен соңғы қызанақты қосамыз. Қызанақты қосқан соң үстінен 2 ас қасық тұзымызды, 1 кесе қант қосып араластырамыз. Соңғы көкөністі салған соң дәмдеуіштерін қосып, барлығын бірге 20 минут орташа отта қайнатамыз. Ыдысымыздың қақпағын жауып қою керек. Барлығы бірге 20 минут қайнап болған соң, салатымызға 2 ас қасық сірке суын қосып, тағы да 5 минут бірге қайнатамыз. Салатымыз қайнап жатқан уақытта банкаларымызды стерилдеп дайындап қоямыз. Дайын болған салатымызды ыстық күйінде банкаларымызға салып аламыз. Банканы бетіне дейін салып,
дұрыстап қақпағын жабамыз және салатымыз суығанша банканы төңкеріп қоямыз. Жабылған банкаларымызды тоңазытқышқа немесе салқын жерге сақтаймыз. Ас болсын, сіздер де әзірлеп көріңіздер.